назар аударыңыз. Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды соңына дейін білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қарағандыда жастарға арналған ипотека іске қосылды. Негізгі шарттары қандай? Баспананы Қарағанды қаласында орналасқан бірінші немесе екінші нарықтағы нысандардан таңдап алуға болады. Қарағанды облысының әкімдігі отбасы банкімен бірлесіп, жастарға арналған тұрғын үй бағдарламасын іске қосты, деп хабарлады банктың баспасөз қызметі. Жаңа жоба жас мұғалімдерге, дәрігерлерге, мейірбикелерге, мәдениет қызметкерлеріне, спортшыларға, жаттықтырушыларға, журналистерге, университет оқытушыларына, ғылыми, әлеуметтік және коммуналдық мекеме қызметкерлеріне жеке баспана алу үшін жеңілдетілген займ алуға мүмкіндік береді. Бағдарлама талаптары: үміткердің жасы 35-тен аспауы керек. Таңдалған саладағы ресми жұмыс өтілі өтініш берген кезде соңғы 1 жылдан кем болмауы тиіс. Бағдарламаға қатысушы мен оның отбасы мүшелерінің соңғы 5 жыл ішінде жылжымайтын мүлкі болмауы шарт. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.